Адам өмірінде айтылған әрбір сөздің салмағы бар. Әсіресе шаңырақтың ішінде, отбасының ортасында ауыздан шыққан әрбір сөз не береке кіргізеді, не бүкіл үйлесімділікті бұзады. Қазақ атамыз жақсы сөз жарым ырыс деп бекер айтпаған. Өйткені бір жылы сөз көңілге қуаныш сыйлап, жүректің жарасын жазса, бір ауыр жаман сөз жүректі жаралап, бүкіл шаңырақты шайқалтады. Әжелеріміз бен аталарымыздың тәжірибесі тұнып тұрған өмірлік мектеп. Олар көпті көрді, талай қиындықтарды бастан кешірді. Сонда да шаңырағын шайқалтпай ұстап қалғандары сөзге сақ, бір-біріне деген сыйластықты артық қойғандығынан. Әжелеріміз келіндеріне аузыңнан шыққан сөздің атылған оқтай қайтып оралмайтынын біл. Оқ денеге жара салса, сөз жүрекке жара салады. Ол жараның жазылуы ұзақ деп өсиет ететін. Ата-бабамыз сөз сүйектен өтеді. Жақсы сөз жан семіртеді, жаман сөз жанды кеміртеді деп сөздің адам көңіліне қаншалық әсер ететінін меңзеген. Шаңырақтағы тыныштықты бұзатын да, нығайтатын да сол сөз. Кейде ашу үстінде айтылған бір ауыз сөздің кесірінен бір-бірін сыйлап келген жандардың арасы алыстап, үйдің іргесі сөгіліп кетуі мүмкін. Әжелеріміз айтатын, үйіңнің берекесі аузыңнан. Аузыңнан шыққан сөзің отқа айналса, түтін тұншықтырады. Ал егер сөзің нұрға айналса, шаңырағың жарық болады. Шаңырақтағы тыныштық қазақ үшін ең үлкен байлық. Береке бірлікте деп, ағайын арасындағы татулықты, отбасы ішіндегі сыйластықты бірінші орынға қойған. Қатты айтсаң да қайырлысын айт деген аталар сөзі бар. Бұл да тегін емес, өйткені ауыр сөзден соң өкініш қалады. Ал сабырмен айтылған сөздің артынан береке қонады. Ата-бабаларымыз тағы да ескерткен, жақсының сөзі бал, жаманның сөзі у. Жақсы сөзді сөйлесең, жанға шипа, жаман сөзді сөйлесең, шаңыраққа қиянат. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Осы қысқа ғана нақылдардың әрқайсының астарында ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірибе жатыр. Сондықтан бүгінгі ұрпаққа айтар өнеге, ауыздан шыққан сөзге абай болу. Бір ауыр жаман сөзбен шаңырақты шайқалтып алмау әрбір отбасы мүшесінің борышы. Әрбір жан сөз айтпас бұрын, бұл сөз жүрекке қуаныш әкеле ме, әлде жара салады ма деп ойланса, отбасының іргесі берік болады. Қазақтың дана қариялары айтқандай, жылы сөз жан азығы, жаман сөз жан қазасы. Сондықтан шаңырақтың ішінде жылылықты сақтайық, жақындарымызға ауыр сөз емес, қуаныш сыйлар жақсы сөз арнайық. Өйткені жақсы сөз береке шақырады, ал бір жаман сөз бүкіл шаңырақты шайқалтып жіберуі мүмкін. Жақсы сөз жанның шуағы, жаман сөз жүректің уы. Шаңырақтың берекесі татулықта, татулықтың кілті жақсы сөзде. Ауыр сөз айтылған жерде мейірімнің ізі өшеді. Бір жаман сөз бүтін отбасының көңілін шайқалтады. Жылы сөзбен жібімейтін жүрек жоқ, ауыр сөзбен жарылмайтын көңіл жоқ. Сөздің жарасы көзге көрінбес, бірақ жүрекке мәңгі қалады. Әр шаңырақтың құты сыйластық, сыйластықтың тұғыры тілдің тәттілігі. Жақсы сөз үйге нұр кіргізеді, жаман сөз берекесін қашырады. Ауыздан шыққан сөз тағдырдың бұйрығы іспетті. Ашумен айтқан бір сөз ақылға сыймас өкініш әкеледі. Жақынға ауыр сөз айту өзіңе жара салумен тең. Сөздің қадірін білмеген шаңырақ тез шайқалады. Жақсы сөз көңілге қуат, жаман сөз көңілге зіл түсіреді. Жаралы сөздің дауасы кешірім, бірақ ізі өшпейді. Сыйластық жақсы сөзбен басталады. Әдепті сөз берекенің бастауы. Жаман сөзбен айтылған жеңіс мәңгілік жеңіліс. Шаңырақтың босағасын сөгетін
тілдің ащылығы. Жылы сөз татулықтың дәні. Кісі көңілі қымбат қазына, оны сөзбен сындырма. Бір жақсы сөз мың өкпені жояды. Тілдің уы жанды күйдіреді. Жақсы сөз жүректің дәрісі, жаман сөз жүректің дерті. Сөз шаңырақты тұрғызар да, құлатар да күш. Ауыр сөзді жеңіл ойлама, оның салмағы шаңырақтың салмағындай. Сыйластық сақталған үйде береке тұрады. Қатты айтқан сөз шаңыраққа түскен найзағайдай. Жақсы сөз жанға сәуле, жаман сөз қараңғылық. Шаңырақтың іргесін сөкпеудің ең үлкен амалы тілді тыю. Өмірдің сәні жақсы сөзде, шаңырақтың сәні татулықта. Балам, ашу үстінде айтқан бір жаман сөзің бір шаңырақты шайқалтады. Келінім, шаңырағының берекесін сақтағың келсе, тіліңді тәтті қыл. Жақыныңа ауыр сөз айтпа, ол сенің жүрегіңді жаралайды. Үйіңнің іргесін сөкпе, сөзіңді түзе. Татулықтың қазығы бір-біріне айтылған жақсы сөз. Көңілге жара салма, көңілді емде. Сөздің салмағын білмеген жан отбасының салмағын көтере алмайды. Балам, сөзіңді сақта, сонда шаңырағың берік болады. Жақсы сөзбен бастаған күннің берекесі болады. Ауыр сөзді азайту бақытты үйдің сыры. Әйелдің тілі тәтті болса, ердің көңілі жайлы. Ердің сөзі жұмсақ болса, әйелдің жүзі нұрлы. Қатты сөз жүрекке сызат түсіреді, ол сызат қайтып бітпейді. Шаңырақтың құты сыйластық, сыйластықтың кілті тілдің әдептілігі. Жақсы сөз айтқан жанды Алла жарылқайды. Жаман сөз айтқан жаннан береке қашады. Жылы сөзбен үйіңді жылыт, жаман сөзбен үйіңді суытпа. Әр сөзіңді алтынға бала, сонда отбасыңның құны артады. Өмірдің сәнін сөзбен бұзба, сөзбен түзет. Жақсы сөз жанды емдесе, жаман сөз жанды өлтіреді. Үйдің сәні жиһазында емес, отбасының бір-біріне айтқан сөзінде. Жақыныңды сыйлағың келсе, тілге сақ бол. Кішкене сөз үлкен өкінішке апарады, кішкене сабыр үлкен берекеге жеткізеді. Татулық тәтті сөзден басталады, араздық ащы сөзден. Бір сәттік ашудың нәтижесі өмірлік өкініш болуы мүмкін. Қатты сөз айтқаннан күшті болмайсың, қайта әлсіздігіңді көрсетесің. Жақсы сөз баланың санасына мейірім егеді. Әдепті тіл ананың тәрбиесі мен әкенің өнегесінің айнасы. Жақсы сөзді аямасаң, достық артады. Жаман сөзді көп айтсаң, досың азаяды. Көңілін түсірген сөздің есесін мың кешірім де қайтара алмайды. Шаңырақтағы тыныштықты сақтау әр отбасы мүшесінің тіліне байланысты. Жақсы сөз жүректің құлпы, жаман сөз көңілдің құлпысы. Жылы сөзбен басталған таң берекелі күннің кепілі. Тілдің ащылығы оттан қауіпті, себебі ол шаңырақты өртейді. Әрбір сөз ұрпаққа мұра, сондықтан сөзіңді таза қалтыр. Жаман сөз бір адамның емес, бүкіл әулеттің абыройын түсіреді. Сабырлы адамның сөзі шаңырақтың қорғаны. Жақсы сөз айту садақа, жаман сөз айту күнә. Өмірдің ең үлкен даналығы адамдарды сөзіңмен емес, жүрегіңмен жарату. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.